Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мен өтеп берген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Алдымен қысқаша шолу жасайық. Пәтер иелері кооперативтерінің атқарған жұмысы. Успен ауылдық округінде жаңа медициналық пункт ашылды. Аудан әкімі Санжар Әлиев аудандағы пәтер иелері кооперативтерінің жұмыстарымен танысты. Осыған орай жиынға пәтер иелері кооперативінің төрағалары Ақсай қаласы әкімінің міндетін атқарушы Амангелді Тоғызбаев, бөлім басшылары жұмыс бабындағы отырысқа қатынасты. Жиында қаланың күн тәртібінде тұрған және жақын күндері шешім табатын келелі мәселелер талқыланған еді. Жалпы қаланың санитарлық жағдайы жаман емес. Көптеген көпқабатты үйлердің аулалары таза, жинақы. Дегенмен де кейбір пәтер иелері кооперативтерінің жұмысын жақсарту, олардың өз міндеттеріне деген жауапкершілікті арттыру бүгінгі басты мәселенің бірі. Тұрғындардың назарына іліккен интеграл пәтер иелері кооперативінің жұмысы әзірге жұрттың көңілінен шықпай тұрған жайы бар. Аула алаңы нормаға сай орнатылмаған, жасыл желек егілмеген, бейнекамера орнатылмаған. Ал Береке Ақсу пәтер иелері кооперативтерінің жұмыстарына тұрғындар дән риза. Жиында аудан әкімі әр пәтер иелері кооперативтерінің жұмысына осылайша баға берді. Я работаю в КСК Береке уже 7-й год. Мен Береке пәтер иелері кооперативіне 7 жылдан бері еңбек етіп келемін. Осы жылдардың ішінде көп нәтижеге қол жеткіздік. Бастапқыда тұрғындардың сенімінен шығу қиынға соқты, бірақ артылған сенім, төгілген тер бүгінде нәтижелі. Береке деп аталған кооператив ісі берекелі болып, 3 жыл қатарынан республикалық байқауда жыл үздігі аталымының алтын медалін иемдендік. Кооперативтің өзгелерінен ерекшелігі көп. Ең бастысы, жиналған қаражат қайда қалай жұмсалып жатқанын тұрғындар құжаттардан бақылап, жұмыстардан куә бола алады. Бүгінде аудан бойынша 148 көп қабатты үй бар. Соның ішінде қалада 204 лифт бар. Жаңа үйлерде 20 лифт жұмыс жасайды. 11-і тұрғын үй шаруашылығы бағдарламасы аясында қайта жаңғыртылған. Қалған 131-і жаңғыртуды талап етсе, күрделі жөндеуге жататын тек 13. Лифт бойынша Әлиби лифт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсетеді. В 4-м микрорайоне действует 5 КСК. Қазіргі таңда көп қабатты үйлерге қожалық етіп отырған 4-ші ықшам ауданда 5 пик бар. 5-ші ықшам ауданда 6 жаңа кооператив, 10-ші ықшам ауданда 2, Қарашығанақ ықшам ауданда 1 кооператив бар және 1 ескі қалада. Жалпы 5-ші ықшам аудандағы пәтер иелері кооперативінің жұмыстарына жақсы баға беруге болады. Ауылдардағы көлік жүретін жолдың жайы мәз емес. Алдағы күндері бұл мәселе сапа жайы қарастырылмақ. Сонымен қатар жылдың 12 айы бойы жыр болатын күл-қоқыс жайы. Бүгінде Ақсай тазалық жауапкершілігі шектеулі қызмет көрсетіп келе жатқанымен, тұрғындар мен мекеме және кәсіпорын тарапынан түсетін шағымдар аз емес. Соның ішінде қоқыстың қала сыртында дер кезінде шығарылмай жататыны айтылды. Қоқыстың жиналуына септігін тигізетін шағын кәсіпкерліктер дүкендер мен қызмет көрсететін орындарға ескерту беру туралы айтылды. Аудан басшысы мұндай жиындар енді аудандық әкімдікте емес, әрбір пәтер иелері кооперативінде өтетіндігін де ескертті. Алдымен қала тұрғындарының шағымы тыңдалып, оған сәйкес қала әкімдігі мен кооперативтер арасында жұмыс жоспары да құрылатын болады. Әр шағын ауданда алаңдардың болуы, қызмет көрсету мекемелерінің жұмысына ғаламторда Facebook, Instagram арқылы пікір жазып, ұсыныстарды ұсыну үшін парақша ашуды тапсырды. Және пәтер иелері кооперативтерінің төрағалары мен қоғамдық бірлестік мүшелерінің арасында WhatsApp желісіне қосу ұсынылды. Санжар Әлиев пәтер иелері кооперативтерінің басшыларына аулаларды ретке келтіру, үйлердің кіреберісіне ағымдағы жөндеу, шатыр мен құбыр жүйелерін реттеу және аулалардың тазалығын жақсарту бойынша тапсырмалар берді. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожиев, Қарашығанақ арнасы. Аудан орталығынан шалғай жатқан ауылдық округтердің бірі Успен ауылы. Шағынған ауыл тұрғындар үшін жақында қуанышты жаңалық болды. Көптен күткен медициналық пункт ашылып, ашылу салтанатына сала мамандары мен аудан басшылары қатынасты.
Ауданымызда халық игілігі үшін салынып жатырған әлеуметтік нысандар аз емес. Жақында ғана осындай жаңа нысан Успен ауылдық округ тұрғындары игілігіне беріліп салтанатты ашылуы болған еді. Шағын ғана ауыл үшін бұл қуанышты әрі тарихи күн. Көптен күткен медициналық пункт халық игілігі үшін беріліп, жаңа ғимаратта ауыл тұрғындары ем алмақ. Ауылда негізінен қариялар көп болғандықтан жиі денсаулығын тексеріп, ем шараларын алуға асығатын белгілі. Бұрын тар бөлмеде жұмыс жасау қолайсыз орында тұрғындарға қызмет етілсе, ендігі жерде жаңа ғимарат барлық жағдай жасалған орында ем алушылар үшін қызмет етпек. Медициналық пункттің ашылуына аудан әкімі Санжар Әлиев, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылығы, сала мамандар мен ардагерлер, ауыл тұрғындары қатысты. Медицина саласының қызметкерлері сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық. Жұмыстарыңыздың жемісін көріп, халықтың ықыласына бөліне беріңіздер. Енді бүгінгі салтанатты түрде ашып атқан осы ғимарат арнайы халыққа жұмыс жасайды деп барлығымыз сенімдеміз. Өйткені халыққа ең бірінші көмек көрсететін медицина, дәрігерлер, медбикелер. Сол адам баласына егер де әрқашанда қиын болса, ол біріншіден медицинасы қызметкерлеріне жүгіреді. Бұрын тұрғындар аудан орталығына жиі баратын болса, алдағы күндерде осы жерде ем-домдарын алып, осы жерде қаралмақ. Түрлі аппараттармен қамтылған медициналық пункттің жұмыс жасауы ыңғайлы екенін, әлі сапалы екенін медицина қызметкерлері де айтып отыр. Мен осы Успен ауылында, Успен медициналық пунктінде 2013-тен бері жұмыс жасап жатырмын. Жас маман болып осында дипломмен ауылға бағдарламасымен келдім. Жанұяммен алдымен бізде ескі медициналық пункт болды. Қазір енді жаңадан салынып жатыр. Біздің халқымыз, біріншіден халқымыз, екіншіден біздер жұмыс жасауға өте ыңғайлы, өте қуаныштымыз. Шегімізде манағы қуанышымызда шек жоқ. Халқымыз 360 халқымыз бар, біздің 76 пенсионеріміз бар, 66-15 жасқа дейінгі балаларымыз бар, оқушылар, мини-центр садикке баратын балалар бар, 5 жасқа дейін, 1 жасқа дейінгі 5 бала бар. Бәрі жақсы, өте жақсы ауылымыз көркейіп жатыр, өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта жақсы құлшыныспен, өте жақсы көңіл күймен жұмыс жасаймыз деген үміттеміз енді. Бұл ғимаратты Казконтракшн Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестік салып беріп отыр. Медициналық пунктте сонымен қатар зертхана жұмыс жасайтын болады. Бұл күні сөз алған сала мамандар мен медицина саласында көп жылдар еңбек еткен ардагерлер бұл күн тұрғындардың көптен күткен қуанышты жаңалық екенін айтып, барлық басшыларға алғыстарын білдірді. Ауыл халқыда әлеуметтік нысандар ашылып, халықтың әлеуеті көтерілсе, ауыл тұрғындарын ауылда ұстап қалу оңай боларын жақсы біледі. Осы емхананың бүгін біздің ауылда ашылып жатқанына өте қуаныштымыз. Көптен күттік бұл оқиғаны. Кезінде дәрігер тапшылық біздің ауылымызда. Бірақ ауыл адамдарын өзіміздің ауылымыздың дәрігері жақсы қарайды, ем шарасын қолданады әрқашанда. Осылай біздің ауылда емхана ашылғанына өте қуаныштымыз. Көп рахмет айтамыз. Ауыл тұрғындарының атынан, өз атынан көп рахмет айтамын. Медициналық пункттың ашылуына келген қонақтар мен ауыл тұрғындары ғимараттардың ішін аралап танысты. Жиналғандарға ауыл өнерпаздары өнер көрсетіп, мерекелік көңіл күй сыйлады. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, аман сау болыңыздар.